Қызылорда облысы Арал ауданы Базар елді мекені нөмір 200 орта мектептің мектепалды даярлық сыныбының мұғалімі Жолдыбаева Закира. Ашық ұйымдастырылған іс-әрекетіміздің тақырыбы қошқар мүйіз. Мақсаты балалардың қазақ халқының ою-өрнектері мен әдет-ғұрыптарын тереңірек ашу және шығармашылық қабілеттерін арттыру. Ою түрлерін жетік меңгерту, балалардың қазақ халқының ою-өрнектері мен әдет-ғұрыптарын тереңірек ашу және шығармашылық қиялын, өз түсініктерін, ойларын, сезімдерін көркемдей білуге қабілеттерін арттыру. Ою-өрнек элементтерін атауын бекіту арқылы баланың бойына сіңіру және ұлттық тәрбие беру. Киіз үйдің бейнесін жасаймыз. Көтеріліп, шаңырақ, керегесі керілер, уықтары шаншылып, өрімдей болып өрілер. Бәріміз жүрсек айналып, киіз үй болып көрінер деп. 1, 2, 3 деген кезде балалар қолымен киіз үйдің бейнесін жасайды. Ой қозғау, балаларға жұмбақ қою арқылы. Қараңдаршы, мынау түйе. Мынаны түйе танайды, оюдың атын атаған. Иттің құйрығына қарап, ит құйрық деп атаған екен оюымызды. Мынау тарақ, тараққа қарап, ата-бабамыз үйдеген үй тарақ деп атаған екен. Ал мынау қошқар. Қошқардың мүйізіне қарап отырып, біздің қандай ойымыз не қылған? Ойлап тапқан қошқар мүйіз ата-бабамыз істеген. Өсімдіктерге, жан-жануарларға қарап, ойындың түрлерін тапқанды. Гүлге қарап, ойындың түрлері көп екен балалар. Ашық ұйымдастырылған іс-әрекетіміздің тақырыбын ашамыз. Ол арқылы жұмбақтар қойылады. Оның жауабы түйе, ит, тарақ, қошқар. Бұлардың жұмбағын таба отырып, бұрынғы біздің ата-бабамыз осы жан-жануарларға қарап, өсімдіктерге, ұшып баратқан құстарға қарай отырып, ойын түрлерін атаған. Мысалы, біз түйенің табанына қарай, түйе табан деген атау берілген екен осы ою-өрнекті. Үй жануарлары иттің құйрығына қарап, ит құйрық деген ою-өрнектің атауын тапқан. Мысалы, тарақтың бейнесіне қарай отырып, үй тарақ оюы, қошқардың мүйізіне қарап, қошқар мүйіз деген атау берген екен ата-бабамыз. Сонымен бүгінгі біздің ұйымдастырған іс-әрекетіміздің тақырыбы қошқар мүйіз деп балаларға түсіндіру. 3 топқа бөлінеді балалар. Бірінші бейнелеу тобы, жабыстыру тобы, құрастыру тобы. Осыларға 3 топқа балаларға тапсырма беріледі. Ою-өрнектің бейнесін жасау, екінші қима қағаздар арқылы ою бейнесін құрастыру, үшінші емек сазбен жұмыс жасайды балалар. Сонымен ойын, кім жылдам ойыны арқылы балалар түрлі түсті оюларға секіре отырып, түстерін ажырату оюлардың. Кім жылдам ойын мақсаты түстерді ажырату, жылдамдыққа, шапшаңдыққа баулу балаларды. Сарма, әдемелеп қойыңыз. Қолымызды саусақпен жұмыстау. Серпіту сәті балаларды орындарынан тұрғызып, музыка қойып, ою түрін биік қимылдармен көрсетеміз балаларға. Мысалы, қошқар мүйіз деп осылайна қолымызды көрсетіп екен. Қошқар мүйіз, түйе табан деп балаларға биік қимылдар арқылы көрсете отырып, балаларға қимылдар жасату. Ұйымдастырылған іс-әрекетімізді қорытындылап, кері байланыс арқылы осы бізде 3 қоржын берілген: жасыл, сары, қызыл қоржын. Бүгінгі біздің сабағымызға жақсы, керемет түсінсек, балалар жасыл қоржынға келіп салады. Асықтарын жасыл асықты, жақсы, орташа түсінсек, сары асықты, сары қоржынға келіп салады балалар. Мүлде бүгінгі сабаққа түсінбесек, балалар қызыл асықты, қызыл қоржынға салады. Балалардың бүгінгі
түсінген, дұрыс түсінбеген осы қоржындағы асықтардың санына байланысты балалардың енді жаңа сабақты түсінген, түсінбегенін анықтаймыз. Назарларыңызға рахмет.